Облысқа жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен тағы 20 оттегі концентраторы жеткізілді. Оның 18-і облыстық ауруханаға, 2-і бейнеу ауданына жіберілді. Медициналық құрылғыларды 8 компания бірлесе сатып алған. Айта кетейік, бұған дейін де жергілікті бизнес өкілдері облыстағы денсаулық сақтау нысандарына 45 оттегі концентраторын сыйға тартқан еді. Өткен айдың 23-ші жұлдызынан бастап Маңғыстау облыстық ауруханасы көпбейімді провизорлық госпиталь міндетін атқару жұмыс жасап келе жатыр. Бүгінгі таңда 385 науқас жатыр, соның 87-сі аса қатаң жағдайда. Оларға бүгінгі таңда тек қана оттегі аппараттары ғана тыныс алуға мүмкіншілік беріліп отыр. Осы біздің қиын жағдайда сол мәселемізді шешуге атсалысып жатқан Маңғыстау өңірінің азаматтарына алғыс айтамыз. Бұл бүгінгі таңда ең қолдануға қолайлы оттегі аппараты болып саналады. Себебі оған қосымша оттегі баллондарының қажеті жоқ. Тікелей ауаны су арқылы айналдыра отырып, науқастарымызға түтікше арқылы оттегіні береді. Бұл бүгінгі таңда аса қиналып, ентігіп жатқан науқастарымызға дұрыс тыныс алу жүйесінің қалыпты жұмыс жасауына ең бірінші көмек беретін аппараттар.